Абырой, құрмет, тәуелсіздік. Осы құндылықтарды қаласаң, Алланың көркем есімін қайталаңыз. ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام Ұлылық пен жомарттықтың иесі. Жүректер Алланы еске алумен тынышталады. Алланы тану, оған жақын болу, оның көркем есімдерін танудан басталады. Барлық адам, бай да, кедей де, жаралы да, сау адамдар да Алланың алдында бірдей. Алланың мейірімі шексіз, бәрін сүюге, бәрін де кешіруге жеткілікті. Тек сіз өзіңізге бір сәтке мен Аллаға қаншалықты жақынмын, мен Алланы тануға қандай қадамдар жасадым деп сұрақ қойып көріңіз. Дәл қазір ортаңызда абыройсыз, құрметсіз болып жүрсеңіз, сіз мұңаймаңыз, берілмеңіз. Сіз жалғыз емессіз, Алланы еске алыңыз. Сіз ұнамсыз махаббатқа, керексіз қарым-қатынасқа, Алланың тыйым салған ұнамсыз әдеттеріне тәуелді болып жүрсеңіз, шешімін таппай аһ ұрсаңыз, еш уайымдамаңыз. Алла сізбен бірге. Сізге тек Алланың есімін атап, есігін қағып, бар қиындығыңызды айту ғана жеткілікті. Аллаға тапсырыңыз. Шындығында Алла бізді махаббатпен жаратты. Бізді құрмет пен абыройға, байлық пен бақытқа лайықты етіп жаратты. Біз өзімізге зұлымдық етпей, тура жолға түсушілерден болайық. Алланы таниық, өзімізді таниық. Ұлылық пен жомарттықтың иесі, Раббымыздың есімін ұлықтайық. Осы көркем есімді көп қайталаған пендесіне Алла тағала абырой, құрмет және тәуелсіздік береді.